Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен орама тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде ауызашарға жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін қарамас бұрын лайк басып арнамызға келіп кетіңіздер. Ең алдымен қамырын дайындап алатын боламыз. Сол үшін суға тұз және ұнды қосып қамыр илейміз. Осындай қолға жабыспайтын қамыр илену керек. Енді бетін жауып, 15 минутқа демалдырып қоямыз. Енді өзіңізге ыңғайлы етіп, бірнеше бөлікке бөліп, жұқа қылып жаятын боламыз. Енді қамырды кесіп, арасына салмасын салып, видеодағыдай түйетін боламыз. Салмасына фаршқа пияз, картошка және дәміне қарай тұз, перец қосып араластыратын боламыз. Осылай видеодағыдай орайтын боламыз. Барлығын осылай түйеміз. Енді ораманың екінші түрін жасаймыз. Қамырымызды майлап, салмасын салып, рулет секілді ораймыз. Енді майланған мантабаркеге ораманы салып, бетін майлап пісіретін боламыз. Осымен өте дәмді, тойымды болып шығатын орама тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде ауызашарға жасап көріңіздер. Видеом пайдалы болса, міндетті түрде арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған дұрыс қылу, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.